Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге үй жағдайында чикен жасап көрсетемін. Өте оңай, қарапайым әдіспен жасалады. Сырты қытырлап, іші жұмсақ, іші толықтай піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ендігі жерде үй жағдайында өзіңіз толықтай 24-25 данасын пісіре аласыз. Ешқандай тапсырыс берудің қажеті жоқ. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп алыңыз. Бізге тауық қанаттары қажет болады. Бұл жерде толықтай ерітілген, яғни ешқандай мұзы жоқ бөлме температурасына дейін түсіріп аламыз. Және де жақсылап салқын суды ағызып отырып, жақсылап тұрып жуып аламыз, яғни толықтай қанынан тазалап аламыз. Мына жерде менде тура 1 килограмм болады. Енді осы артық керек емес бөліктерін кесіп, осылай пышақтың көмегімен кесіп алып тастайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, осындай шетіндегі қанатын кесіп алып тастаймыз. Бұл бізге қажеті жоқ. Осы қалған қанаттың ортасынан бөлемізді, бізден 2 чикен шығатын болады. Мінекей видеоға тағы да сізге түсінікті болу үшін көрсеттім. Осындай қанатын алып тастаймыз да ортасынан бірлет бөлеміз. Яғни өзінің ортасынан бөлінетін жері бар, яғни сүйектің ортасынан бөлеміз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Сіздер ең бірінші жасасап жатсаңыздар да өте оңай. Барлығын турап бөліп дайындап алған соң үстіне приправаларын саламыз. Кішкене шай қасықпен куркума, паприка, дәміне қарай кішкене тұз және шай қасықпен толтырып, осындай соевый соусты қоямыз. Және қолымызға перчаткамызды киіп, толықтай араластырғанша қолымызбен жақсылап тұрып араластырамыз. Чикен дайындауда әркім әртүрлі дайындайды. Кейбіреулер салқын су құйып, холодильникке 24 сағатқа қалдырады. Мен олай жасамаймын. Өте қарапайым әрі тез жасау жолы. Өзімнің ылғи қолданатын рецептім сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Осылай толықтай араластырып аламыз да, қолымызбен басып, үстіне пакет немесе пищевой пленкамызды жауып, холодильникке 15-20 минутқа ғана қоямыз. Одан артық ұстаудың қажеті жоқ. Мінекей 15-20 минуттан кейін жақсылап тұрып иісі бұрқырап маринадталады. Ары қарай чикенді пісіре беруге толықтай болады. Тауық қанаттары дайын болғаннан кейін ары қарай кляр дайындаймыз. Ол үшін судың үстіне тұз салып, кішкене араластырып аламыз. Тұзымызды ерітіп, үстіне ұнымызды және 1 шай қасық болатындай қызыл паприкамызды саламыз. Қызарып, әдемі болып пісуі үшін басқа еш нәрсе қосудың қажеті жоқ. Енді вилканың немесе венчиктің көмегімен жақсылап тұрып осыны араластырамыз. Ешқандай іртік қалмағанша толықтай араластыруларыңыз қажет. Шамамен қою, яғни бір 10-15% қаймақтың қоспасы шығу қажет, яғни осындай қоюлығы сол қаймақ сияқты болуы қажет. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай ешқандай іртік қалмады. Осымен біздің клярымыз дайын. Ал үшінші кезекте ұнымызды, яғни ұнға аунатып пісіреміз. Ол үшін тек қана ұн емес, осындай мен арнайы чикен пісіруге арналған сместі қолданамын. Біреуін сатып алып қойсаңыздар, 2 килограмм тауық қанаттарына дейін жеткілікті. Осылай шамалы ғана қосамыз. Қызылын алсаңыздар, бұл кішкене ащылау түрі, дүкенде жасылы түрі болады. Ол кішкене ащы емес. Ащы түрі болғандықтан қатты көп салмаймын. Шамамен бір 100-150 граммдай осы ұнға араластырамын. Ұныңызда сондай шамамен 150-100 граммдай болуы қажет. Мінекей толықтай араластырып алдық. Енді чикенімізді жақсылап тұрып пісіре берсек болады. Ең алдымен осы тауық қанатын біреуін қолымызға аламыз да клярға батырамыз. Осылай клярға вилка салып қойсаңыз өте ыңғайлы. Және де осылай бір жақсылап тұрып батырып алғаннан кейін үшінші кезекте жаңағы смеске саламыз, яғни ұнның үстіне салып, абзалы қолыңызбен араластырған өте ыңғайлы. Жақсылап тұрып ұнымызды үстіне жабыстырып, әдемілеп және соңында артық ұндарымызды алып тастаймыз. Мінекей осындай болып шығуы қажет. Және де қызып тұрған майға жақсылап тұрып салып пісіреміз. Міндетті түрде майыңыз толыққанды қызып, өте қатты жоғары температурада болуы қажет. Егерде сіз майыңыз қызбай тауық қанаттарын салатын болсаңыз, ортасы піспей шикі болып қалады. Сондықтан қызып тұрған майға пісіріп аламыз, екі жағын сарғайтып, және піскеннен кейін көріп тұрғандарыңыздай майын артық майда алу үшін құрғақ салфетканың үстіне саламыз. Екінші қалған қанаттарды пісіреміз. Осылай қызып тұрған майдың үстіне бір-біріне жақындатпай толықтай пісіріп аламыз.
Мінекей құрметті көрермендерім, сіздерге барлығы түсінікті деп ойлаймын. Қараңыздар, өте әдемі, өте жұмсақ чикендер шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Толық рецебін дәл осы видеоның астына описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Мен сіздерге қазір оның ортасын ашып көрсетемін. Толықтай суығаннан кейін мінекей қараңыздар, ортасы толықтай піседі. Дәл осылай үй жағдайында өздеріңіз жасасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Менің отбасыма, балаларыма қатты ұнады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға көп рахмет. Сіздерге ас болсын.